Құрметті Түркістан облысының тұрғындары, азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін іске асыру мақсатында Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаментімен жоспарлы түрде жұмыстар жүргізілуде. Өткен жылы Түркістан облысының аумағында департамент қызметтерінің күштерімен дабыл бойынша өрттерге, авариялық құтқару және де басқа да төтенше жағдайларды дер кезінде жоюға жалпы 4467 рет шұғыл түрде шықты. Орын алған төтенше жағдайлар кезінде 761 адам құтқарылып, 531 адам эвакуацияланды. Сонымен қатар, құны 2,5 миллиард теңгеден астам материалдық құндылықтар құтқарылды. 2023 жылы облыс аумағында 675 төтенше жағдай орын алды. Оның ішінде 515 өрт ошағы тіркелді. Өкінішке орай 34 адам қаза тауып, 283 адам жарақат алды. Төтенше жағдайлар салдарынан 1 миллиард теңгеден астам материалдық шығын келтірілді. Облыс аумағында тұрғындармен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 2788 рет шығып, үгіт-насихаттар жұмыстарын жүргізді. Түркістан облысының аумағында болуы мүмкін төтенше жағдайлардан дер кезінде жою мақсатында өткен жылы төтенше жағдайлар министрлігінің 6 және облыс әкімдігінен 25 өрт сөндіру техникалары алынды. Бұл бойынша жұмыстар биылда жалғасын табады. Қазіргі таңда 2 өрт сөндіру деполарының құрылысы басталып, осы жылы қолданысқа беріледі. Төтенше жағдайлардың департаментінің қызметі облыс халқы мен аумақтары төтенше жағдайларын қорғауды қамтамасыз ету, мемлекеттік басшысының төтенше жағдайлар министрлігінің тапсырмаларын іске асыру жөніндегі міндеттерді орындауға бағытталған.